Армысыздар, құрметті қазақ елі және де біздің қолдаушыларымыз. Міне, менің бауырымды Қарағанды қаласында бірнеше топтың ұйымдастыруымен ұрлық жасау мақсатында денсаулығына зиян келтіре отырып өлтірген болатын. Міне, қазіргі таңда уже 1 жыл 3 ай өтсе де, әлі күнге дейін ешқандай да әділдікке жете алмай жүрміз. Себебі бұл қылмыстық істі 3 топқа бөліп тастап, қазіргі таңда бірінші қылмыстық іс бойынша айыпталушыны бар жоғы 9 айға соттап, бостандыққа шығарып жіберсе, қалған 2 қылмыстық істі біреуін біз қаншама сотта дәлелдеп прокуратураға қайтарған болатынбыз. Қазіргі Қарағанды облыстық прокуратурасы бұл біздің қайтарған іске қарсылықтарын білдіріп жатыр. Міне, 3-ші қылмыстық істі өзіміз тауып берсек те, бүкіл видео айғақтарды көрсетсек те, бұл 3-ші қылмыстық істі тоқтатып тастады. Себебі дейді, бізге айтқаны бұл жерде шығын жоқ дейді. Құрметті қазақ елі, бізге бұлардың ешқандай да бауырының шығыны керек емес. Бізге керегі бұлар пин-код пен парольді қайдан алды? Қалай менің бауырымның осындай жағдайға жеткізгені керек еді. Бірақ та өкінішке орай тергеу дұрыс жүргізілмей, әлі күнге дейін қанша рет генерал прокуратураға, МВД-ға, президент әкімшілігіне барсақ та, қаншама айғақтар болып жатса да, біз әлі күнге дейін ешқандай да әділдікке жете алмай жүрміз. Міне, біздің жан айқайымыз осы. Құрметті қазақ елі, не себептен қаншама айғақтар бола тұра, біз әділдікке жете алмаймыз. Армысыздар, құрметті қазақ елі және де біздің қолдаушыларымыз. Міне, менің бауырымды Қарағанды қаласында бірнеше топтың ұйымдастыруымен ұрлық жасау мақсатында денсаулығына зиян келтіре отырып өлтірген болатын. Міне, қазіргі таңда уже 1 жыл 3 ай өтсе де, әлі күнге дейін ешқандай да әділдікке жете алмай жүрміз. Себебі бұл қылмыстық істі 3 топқа бөліп тастап, қазіргі таңда бірінші қылмыстық іс бойынша айыпталушыны бар жоғы 9 айға соттап, бостандыққа шығарып жіберсе, қалған 2 қылмыстық істі біреуін біз қаншама сотта дәлелдеп прокуратураға қайтарған болатынбыз. Қазіргі Қарағанды облыстық прокуратурасы бұл біздің қайтарған іске қарсылықтарын білдіріп жатыр. Міне, 3-ші қылмыстық істі өзіміз тауып берсек те, бүкіл видео айғақтарды көрсетсек те, бұл 3-ші қылмыстық істі тоқтатып тастады. Себебі дейді, бізге айтқаны бұл жерде шығын жоқ дейді. Құрметті қазақ елі, бізге бұлардың ешқандай да бауырының шығыны керек емес. Бізге керегі бұлар пин-код пен парольді қайдан алды? Қалай менің бауырымның осындай жағдайға жеткізгені керек еді. Бірақ та өкінішке орай тергеу дұрыс жүргізілмей, әлі күнге дейін қанша рет генерал прокуратураға, МВД-ға, президент әкімшілігіне барсақ та, қаншама айғақтар болып жатса да, біз әлі күнге дейін ешқандай да әділдікке жете алмай жүрміз. Міне, біздің жан айқайымыз осы. Құрметті қазақ елі, не себептен қаншама айғақтар бола тұра, біз әділдікке жете алмаймыз.